Бізде кешенді тестілеу келе жатты. 2004 жылы ЕНТ пайда болды. УБТ деген атау пайда болды. 2004-те биыл негізінде өткенде бір баланы қарасам, статусына жазып қойыпты. Құрметті талапкерлер, биылғы УБТ-ның 20 жылдығына байланысты биыл УБТ тапсыруда үлкен жеңілдіктер болады екен деп хайп жаңалық шығарып қойыпты. Ондай жоқ, ешқандай жеңілдік жоқ. 20 жыл екен. Негізінде шынында УБТ-ға биыл 20 жыл толып жатыр екен. Сол осы жалпы УБТ-ның 20 жылдық тарихында ең көп сынға ұшыраған пән ол Қазақстан тарихы. Иә? Мен даже былай қарасам, мысалы, қазір осы жерде отырған талапкерлер нешінші жылғысыздар? 2006 және 7. Абылай ханның атының тісі деген бір бар. Соны осы 2007 жылғы дүниеге келген балалар біледі. Ол білесіздер ме? 2003 жылы пайда болған ғой ол. Мен айтамын ғой, тіпті фейк деген термин пайда болмай тұрып, ол кезде біздің қоғамда Қазақстан тарихына қатысты фейктер пайда болған. Мен сіздерге айтайын, осы саланың маманы ретінде, қазіргі кезде ұлттық тестілеу орталығының басшысы ретінде ешқашан ондай сұрақ болмаған. Абылай ханның атының тісі деген, Роза Рымбаеваның көйлегінің түсі деген ешқандай ондай сұрақ болған жоқ. Бірақ оны бәрі біледі, неге ол хайп? Мысалы, 2007 жылы содан қаншама жылдан дүниеге келген балалар мен біліп отыр. Бірақ Қазақстан тарихынан әртүрлі фактологияға негізделген сұрақтар болды ма? Болды. Мысалы, мен ерекше таңғалдыратын сұрақтар мына 1870 жылы Маңғыстауда адайлардың көтерілісі бар, білесіздер, мына подполковник Рукинді атсалысқан. Соған байланысты мынандай бір сұрақ болатын. 1870 жылы Маңғыстаудағы көтерілісті жазалау нәтижесінде Хиуаға, қазіргі Түркменстан территориясында қоныс аударған шаңырақтың саны дейді. Бір қызығы, ол жерде енді 3000 ғой. Бірақ жауап нұсқаларында 3000-ға жуық деген бар. Және 3000-нан астам деген бар. Ал тауып көріңіз. Мысалға деймін, сұрақ түсініп отырсыз ма, қандай сұрақтар? Екіншіден, мінезде Түркістандағы киелі, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи бәріміз білеміз, Қожа Ахмет Яссауи бабамызды бәріміз білеміз. Енді сол кесенеге қатысты мынандай сұрақ болатын, 2009 жылы құрастырылған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің биіктігі деген. Қазір барып ол жердегі мамандардан сұрасаңыздар, олар айтады 41 метр дейді. Бірақ ол кездегі Атамұра баспасының 7 сынып оқулығында 37,5 метр деп жауап беруіміз керек болады. Бөлмелердің санын сұрайтын. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі үлкенді кішілі бөлмелердің саны қанша деп? 35 бөлме. Алдында тұрған Рабиға Сұлтан-бегім бар ғой, сонда неше бөлме бар деп сұрайтын? 5 бөлме. Маған ең қызығы, сол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Мынандай сұрақ болатын. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі негізгі бөлме деп сұралса, кітапхана деп жауап болатын. Ал енді басты десе, көрхана деп жауап берген. Бір қызығы, бұл екі сұрақтың жауап нұсқасында да көрханада, кітапханада болады. Өткен біз ол кезде мен сабақ беріп жүргенде оқушыларға былай жаттап тастатын. Егер негізгі десе, демек жіңішке, демек не болады? Кітапхана. Егер басты десе, жуан, демек көрхана деп жауап бересіңдер. Енді қараңыздар, бұл сұрақтар негізінде біздің тарихи білімімізді өлшемейді. Бұл жаттанды білім. Мысалы, физикадан көп ғалымдарды сұрайтын. Өткен жылы, 2022 жылы Алматы қаласында қаңтар айында СДУ университетінің базасында облыстық оқушылармен кездесу өткізіп жатырмын осы сізде.